Бұл біздің общак емес, жұмыс көп оңай емес. Тамақ пен үй құйынды, біздерге арман үлес. Қосылған ескі жаңа, жақындап бізге қарау. Бұрынғы қыздар емес, өзгеріс бізде бар ма? Тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес, тек қана қыздар емес. Қалайсыз, базаға жақсы демалдыңыз ба? Ол су маған ғой? Сізге ма? Иә. Гүлге ма деп. Гүл суаратын состояниеде емеспін. Сушняққа суады ма? Гүлде сушняққа суатқан сияқты ғой. Соғын құрап. Мынау менің сағатым ғой? Иә? Кеше подарок еттіңіз ғой маған? Қойшы. Иә? Есімде жоқ. Ой, кешке келдіңіз дағына? Зор болып келесіз ғой базаға. Ішпесеңізші. Михон. Мен сені қатты жақсы көрем, Михон. Ой, базаға, ренжімеңіз. Мен бірақ әйелім бар ғой. Сен мен қасымда жүрген өзім бақ. Рахмет базаға. Рахмет, жүрсеңізші, демалсаңызшы. Демалам, мен қазір демалам. Әйелім құсап, мен мазамды алып қойдың. Жоқ. Сен жүрші мен. Сен қандай арманың бар ма? Арманыңды айтшы ма? Ой, мен арман сізді мына жерге құстырып алмай апарып жатқызу. Жүрші, арманыңды айтшы маған. Ой. Любой арманыңды орындаймын. Арманыңды айтшы, жалмауыз. Айтшы. Алтын балықсыз ба не арман орындайдың базаға? Алтын балықтың. Балықтың ішкен сияқтысы ғой, тоқтатпай. Базаға арман көп қой. Балалы шағалы болсам ба деймін, қайсы бірін не болырсың? Арман, мен ол арманын қайты орындаймын. Әлде Аселия... Ой, жоқ ғой, базаға. Сұрағасын айтып отқаным ғой. Үй ма, машина, любойын айтшы, любойын орындаймын мен. Ой, іштен керек емес, базаға. Рахмет, демалыңызшы, шаршадыңыз әптен көрініп тұр. Өзім тұра алмасам оны. Ой, керек емес базаға, не қыласыз? Керек. Қымбат сағат. Ой, қажет жоқ базаға. Ой, ертең мастығыңыз тарқаған ақ қоясың, бәрі білем ғой. Жіберші, алмайм мен. Осы сағатты алмайм. Қымбат тұрады, любой арманыңды орындайсың осын сатсаң. Алмайм базаға. Аласың деме саған. Мен еркекпін мен. Еркек ек сөйлесе, ол өлгені ол еркектің. Алмасаң ренжейм, ал дейсің. Сосын сізді ренжімесін деп алдым. Әйтші маған керек емес бұл. Керек емес болса қайтарасашы онда. Ой, сонда сөзіңіз далаға кете ма? Адам сөз беру деген адам абырой ғой. Сөзіңіз құртырак болып қала ма сонда? Әйтші, жоқ, бересеңіз бере салам, қайтарып бере салам. Жарайды, қайтара салам. Жоқ, қарасаңшы енді ер жігіттің екі сөйлеген өлген дейді. Ол екі сөйлеген ол қатын тілігі. Сонда қатын болып қаласыз ба сонда? Әйтші, сағатқа қарап атқан ештеңем жоқ ше? Жоқ, сіздің абыройыңыз ғой, бұл сөйлеген сөз деген, бұл әңгіме дүниеде емес та, бұл келіп кететін нәрсе ғой. Просто сөйлегеннің айттың, ол, значит, солай қалу керек та. Болды. Сіздің абыройыңыз ғой, мен де тұрған ол. Болды. Ештеңе жоқ. Ала берші, болды. Көп сөйлемеш, басым ауырып жатыр. Болды, сөйлеме десеңіз сөйлемеймін. Ол осы үйде сіздің бұйрығыңызды орындау үшін жүрміз ғой. Әйтсе, онда тұрған ештеңе жоқ. Вообще сөйлемеймін. Сіздің айтқаныңыз заң ғой. Біз орындаймыз бұйрықты. Сөйлеме десеңіз, болды, жаңадан алған сағатыма тамсам қарап тұра берем естіп. Болды, Михон, басым ауырып жатыр, сөйлемеш. Сағатым дауыс басы қатты шығып жатқан жоқ па? Швейцарский ғой, тық. Мен жеп қойым мүмкін. Шешіп тастап қойым ба? Қалтама сала салайын ба? Сен кетші башы? Стакандап көнемін базаға. Не істейсің оны просто ұстап отыра бергенде. Апат пісай салайын да. Гүлге су құя салайын ба базаға? Болды, басым. Әшелі, жаңа базарға барып келгенмін ғой. Продуктілер қымбаттап кеткен. Пияз 20 теңгеге, картошка 50 теңгеге, күріш 100 теңгеге қымбаттап кеткен ғой.
Абай енді толғанай, бір ары кетсе бір бәрін қосқанда бір 10 мың теңгеге ма қымбаттаған шығар? Ой, Әселя, сенікі 10 мың теңге шығатын шығар, бірақ менікі 50 мыңнан асады ғой. Сенің өткен объемың үлкен ғой. Қалайсыздар? Жібек, сәлем. Қалайсың, Жібек? Осы біздің зарплатамызды өсірмей ме екен бастық? Сол ғой, продукттың бәрін өсіріп жүрген, айлығымызды да өсірсе ғой, а? Неге осы жылай бересіздер? 3 миллион алып не оймен көтер деп айтасыздар? Мен айтсам мақұл, мен сіздерден 2 есе аз аламын ғой. Сен сонда қанша аласың? Маған тез кел деп еді, мен кетуім керек еді. Біз азаннан кешке дейін жүріп 200 мың айлық аламыз. Бұл сонда қанша айлық алады? Так, жаңа айтты ғой. Мен 3 миллион, біз 3 миллион алып тұрық қой сонда, иә? Ол 2 есе аз аламын деп. Сонда 3 миллионды 2-ге бөлсек, 2 миллион алып тұр ғой бұл. Қалай есептедің? Bir жағына сәл көптеу қосып жүрген жоқсың ба? 3 миллионды 2-ге бөлсең, 1,5 миллион ала ма? Бұл кеше ғана келіп алып 1,5 миллион зарплата алады. Не деген әділетсіздік. Қолға алу керек бұны. Жүріп кірсек. Суға келесің бе? Алтын балығым, қалайсыз? Ё-моё, саған да бірдеңе бердім ба? Маған заттай берген жоқсыз. Маған тек уәде бердіңіз. Қандай уәде бердің? Есіктің алдына ешкі бағуға. Сосын бос жатқан жерге пияз егуге. Ала бердіңіз. Мен точно солай айттым ба? Үйе, кешке келдіңіз да? Жанымнан жырақтамашы. Болды, базеге жырақтамаймын. Болды, айтпай қойыңызшы. Базеге қалайсыз? Эрик? Жаным? Мен сені жақсы көремін, жаным. О, мына айта берсеңіз болады. Бойдақ мынау. Базеге. Эрик, сен менің қасымда жүрген өзі мен үшін бақыт. Ой, бәріне бір текст деген осы. Сен қандай арманың бар мысалы? Мен бүгін алтын балықтың любойын орындаймын. Мына алтын балық шаршаттау қуырып жей саламыз ба? Тоқта. Базеге, білесіз ғой мен анау бизнес ойлап жүретінім ғой. Сол өтініш әреге есіктің алдында бар ғой. Ешкі асырасың бола ма? Динозавр асырасаң да болады, жаным. Динозавр әперейін ба? Жоқ, қайтем оны. Ешкі жетеді. Базеге, онда анау үйдің артында газон егілмеген жер бар ғой анау. Сол жерге пияз ексең бола ма? Плиз. Динозавр ексең де болады, жаным. Қой, не істеймін? Рұқсат па? Рұқсат. Мә, базеге рахмет. Сосын маған үй әперем дедіңіз ғой осы жерден. Сен де болдың ба, не? Сен не алып жүрсің? Сен вообще жоқ едің ғой? Жоқсың ғой сен бұл жерде? Дәмең зор сенің. Базегең мастығын пайдаланып үй алмақшы өзіне. Бәріне беріп атқаннан кейін маған да беріп қалама деген ойым ғой. Қойындаш болды. Михо мен машинамды қыздырш болды. Стиральный машинаны қыздырып қойын ба? Жоқ, кәдімгі джип машинамда да. Сізде машина жоқ қой Базеге? Қойш? Қайда? Қыз балаға патартып жүріңіз ғой? Мен ба? Қашан? Кешке келдіңіз да? Ойланбай былай айта берші, ұзақ болып кетіп жатыр, ойлансаң. В общем, кеше келдіңіз дағыны қыз балаға мен сені жақсы көремін дедіңіз дағы машинаны патартып жүріңіз. Ойланбай айтқанды осындай. Немене бәрі? Болмаса өзіңіз ойланып көріп келе саласыз бар. Күте тұрамыз. Жоғый. Казино ұқсап сендерді мен мастығым пайдаланып, бүкіл дүниемді алып алыпсыңдар ғой. Бұл басыма ұрып жатыр, шығыңдаршы бар. Шық. Өзіңіз ғой берген. Тағы кімге не бердім екен? Так, қыздар, не істеп отырмыз? Мырзам, отырыңызшы. Сізге бір әңгімеміз бар еді. Әңгіме? Бұрын әңгіме жоқ адам едім, қазір әңгіме бар адам болып қалдым ба? Бұрын сіздер, ағай, сізге әңгіме жоқ дейтін едіңіздер. Қазір әңгіме бар адам болып қалыптым ғой, иә? Күлкілі емес па? Ладно. Не әңгіме? Мырзам, осы сіздің зарплатаңыз қанша миллион? Миллион емес, қайдағы миллион? Енді ол Басекеңмен отырып реттейтін нәрсе ғой, ол нәрсені айта алмаймын мен. Ренжімеңіздер, айта алмаймын, ол жеке адамның зарплатасы. Айта алмаймын ол нәрсе. Айтпай қойсаңыз да түсінікті. Біздің арамызда 1,5 миллион ақша алатын адам бар екен. Иә. Сонда сендер мені 3 есе көп аласыңдар ма не?
Мына 1,5 миллионды 3-ке бөлсек. Маш, туға калькуляторға сағатқан не 500 мыңнан келеді қой. Менің миым просто миллиондарды қабылдамайды. 10 мыңнан асып кетсе болды, тастап кетеді. Сол тастағаннан әлі келмеген сияқты ғой. Мырзам, қысқасы, біз жібектің 1,5 миллион зарплат алуына қарсымыз. Әділдік жоқ, теңдік орнасын, біз бәріміз бір дейміз. Ол нәрсені мен шешпеймін, Басекең шешеді. Ладно, Басекеңе айтайын. Түсінікті ма? Маған неге айтып отырсың оны? Басекеңе айт. Мен шешпеймін ол нәрсені. Миым шіртпеңдерші қыздар менің. Мен шешсем кәнекей. Мұнда да сендерге миллион жоқ қой. Мен шешпеймін ол нәрсені. Мынау точно еш нәрсе шеше алмайды. Онан да кеттік өзіміз бірдеңесін қыламыз. Керек болып, ешкі алған дейтін бизнесін жүрмей қалды ма? Жоқ, басқа нәрсе ойлап отырмын. Мақалатта. Жүргенше барып айтпайсың ба соғызға ұнататын? Ол да білсін, жауап берсін. Сөйтіп немере сүйіп, бақытты болып, бір жаста қартайып, өлмейсіңдер ме бірге? Неме өлтіре алмай жүрсің ба? Сіз әңгіменің соңын емес, басында тыңдасайшы кішкене. Мен мысалға мен бардым да айттым сөз салдым, тас жүріп кеттім мысалға. Батыр болса мен сияқты. Қойшы, жүрдің ғой, сен де мүләйімсің. Мүләйімсіп қойған батырмын да енді. Батырым, не болды? Ештеңе болған жоқ, қаншайым. Осы екеуіңнің осындай сөздеріңе құсқым келеді ше. Көтердің ба? Жоқ ой, осындай бә дегендеріңе деймін. Қазір қып білейін ба, құсас ба? Жоқ, айтпақшы, естідіңдер ма? Жібек бізден көп айлық алады екен. Иә, шынымен де көп айлық алады екен. Бастыққа митингке шығайық деп жатыр. Соған қол жинап жүрік. Как раз менде 3 қол бар ғой. Екеуі өзімдікі, біреуі толғанайды көтеретін қолым. Болды ма? Мен бармайым. Сүйгеніме қарсы шықпаймын. Ой, болды. Қош, үшеуміз 7 қолмен барып қаршысайық жүріндер. Бірақ ол мен сүйе ма, сүймей ма, соны білу керек. Соны біліп алсай біріншісі. Михон, мерекеге звондаш. Мерекеге звондаш. Шеше? Арсен ауырып жатыр, тез кел деп айтшы. Ой, соған келеді деп ойлайсыз ба? Енді келмесе, значит, маған деген сезімі жоқ. Не істеймін, дальше қиналып, дальше өмірім сүре беремін ол кезде. Біліп алайын деген болып. Звондап шақырып көрші. Ол да дұрыс шығар, иә. Мереке. Ойбай, әдет қой. Звонда. Алло, Мереке, тез кеш, Арсен өлейін деп жатыр. Өлейін деп жатыр, несі? Ауырып жатыр деп айтты дедің осы? Ой, зато тез келеді да, өлейін деп жатыр деген. Тез келеді, онда мына жер жинап тастайық. Мына жер жинап, тез дайындалайық. Ой, не болды бір? Скорый келе жатқан кезде үй жинайтын адамдар ұқсап. Сосын айтпақшы, қазір мереке келеді ғой. Сол кезде мен енді ес-түссіз жатамын ғой, енді сен ауырып жатыр дегеннен кейін. Сол кезде мен жеке қалдырып кетіңдер. Может, жеке қалғанда маған сезім білдіріп айтып қалады. Базеке, өлейін деп жатсаңыз, қызбен жеке қалудан қайтпайсыз, болды. Кел жинап тастайық. Кел жинап тастайық. Күтіп алым керек, жинай берсең. Жаман ақылды осылар. Арсен кет! Арсен кет! Арсен кет! Үлгере алмай қалдым ба? Біз бастыққа қарсы шығып жатырмыз. Мәселемізді шешсін, ато орнынан кеткенін талап етеміз. Иә. Арсен кет! Тыңдандар. Ол сендер айтпасаңдар да кет қалайын деп жатыр ау деймін. Жағдай қатты мүшкіл дейді ғой. Мен көріп шығайыншы, қалай екен. Не дейді, кетейін деп жатыр дей ма? Сонда орнына қыз баланы қойып кетсем екен? Сосын қыз бала жаңа үй құрады десе, қыз бала да кет! Арсен кет! Ары сен кет! Ары сен ары кет! Кетік! Арсен қайда? Дайындалыңыз бер. Жақсы кісі.
Не болды, тыныштық па, қай жер ауырып жатыр? Жүрегі дейді ғой, аппендицит. Ем не істеп отырсыңдар? Больницаға апармайсыңдар ма? Больницада орын жоқ дейді, адам тола. Сосын бұл кісіні қабылдамай жатыр. Бай болмыш екен ғой бұл кісі. Прописка жоқ. Қабылдамай деген ғой, прописка жоқ деді. Сосын үйде күтіңдер дейді, қасында жақсы адам, жақсы көретін адам отырсын дегесін отырғам. Бірақ онша нәтиже жоқ. Жақтырмайды. Кішкене шақырған болса не істерім білмей сасқан сізді. Арсен, сен оянуың керек. Сен барлығына керексің, тез ояншы. Оянбақ қойсын, кімге керек бұл? Есің дұрыс па сенің? Ата-анасына керек, бауырларына керек. Болды ма? Басқа ешкім кереміз ба? Достарына керек, жұмысшыларына керек, көршілеріне керек, маған жолдастарына керек. Көршілерінен кейін кімге керек дедіңіз? Жолдастарына. Жолдастарынан алдынан бұрын. Көршілеріне? Жоқ, жолдастар мен көршінің ортасында біреуді айттыңыз ғой. Басекем, сізге не болды, Басекем? Айырылып қалдық қой Басекеңден. Арсым. Бүкіл дүниесін маған тастап кетемін деп жүрген ғой. Қолхат жазып үлгермеген шығар. Алып қалам да енді бұл үйді не істеймін енді? Маған тапсырып кетті. Мынау жаман арам екен ғой. Байлықты ойлап өліп бара жатқан несі? Есің дұрыс па, сенің жауды төндіріп не істеп жатсың? Тірі ғой әлі. Арсен әлі ұзақ өмір сүреді. Иә. Қайдан? Иә, жамандық шақырма бет. Қазір мереке ерінен бір сүйсе оянады ғой. Ерінен сүйсе оянатын саған Арсен Белоснежка ме еді? Сүймесе де әйтеуір жылы сөз жанға ем дейді. Сен жақсы көремін десе, оянып қалуы мүмкін ол кім біледі. Сыртта жұмысшылар көтеріліс шығарып жатыр. Арсен мырза болмасақ, оларды қалай қойдырамыз? Білмеймін енді. Жұмысшылар? Мен сөйлесіп келейін онда, я барып. Мен қазір келем онда. Кім, сен қане? Сен олай ашық айтпасай. Енді айтып жатырық қой. Өлгеннен кейін дұрыстап өлсеңізші. Қайта оян, маздан ала бермей. Болмыжың не сосын? Енді кеп қалды, байқамай қалдым оны. Байқап сөйле. Енді не айтарымыз білмей қалдық қой, бәнсі қабылдамай жатыр деп. Дік. Ей, қойсаңдар, сен не істеп тұрсыңдар, ұялмайсыңдар ма? Адам өлмей өмірдің арасында жатыр ғой. Кім қақта жатыр дейді? Өлейін деп жатыр дейді. Жағын қарсын толғанай. Осыдан Арсенге бір нәрсе болсын. Өзім қуалап жүріп, қотам көздеріңді түсіндер ма? Құндар бар жұмыстарын жасаңдарсай. Шынымен бірдеңе болайын деп жатыр Арсенге. Молдаға звондап ертерек хабар берейік, бұрындап қоймасаң ше, қазір күніге қанша адам. Қумас, не айтып тұрсың? Сүндеттеліп жатыр, қанша бала деп жатқанмын. Мерекенің қатты қиналғаны көзінен көрініп тұр, иә. Арсен ағаймен енді бақытты болам ба дегенде. Жібек, жаным, мен қызым боласың ба? Иә, келсем. Олай болса, мына жүзікті саусағыңа тақсам болады ма? Әрине, болады. Алтын ба, Ерик? Иә, жаным, алтын ғой. Екеуміз бұл әлемнің бір бұрышына қашып кетейікші. Иә, мен сені үнемі жаныңда болам. Мен сені үлдемен бүлдеге орайым. Айдал мен көрпеге орайым де. Не деймін? Сен қақтан жүрсің е? Кішкене есік тақылдатып, дауыс шығарып келсей? Не істеватсың? Өз-өзіңмен құшақтасып, өз-өзіңе сөз салып, өз-өзіңді құшақтап. Сөз салуға дайындалып жатырмын ғой. Жібекке ма? Жібекке сөз осы жерде салмаймын ғой, айжан. Қалай, көрсетші. Бәйдібек биге барам. Сөйтіп? Михонға саксофон тартқызып қоям. Сен ана
Мерими деген жазу дайындаймын да. Гүлмен келем ғой, бүйтіп гүлмен келем да, гүлді ана бір досыма беріп қоямын. Сөйтсем ана свечалар жүрек болып тұрады, ортасында жібек тұрады ғой. Келем да. Не дейсің? Тізелеп отырамын да. Жүзікпен. Жібек, жаным, мен сені жақсы көремін. Менің қызым боласың ба деймін ғой. Сөйтіп, ол. Иә, ерек дейді. Бұтты ғой. Не, жоқты сен не істейсің ал? Ай, жан. Ондай шансты жібермейді ол да ақымақ. Ей, мен бүйшайларым барлама жоқ деп айтам деп ядап қойғандар ғой. Не, бетсе енді, сол өзінен сұрасай. Оны сол кезде сол жақтан сұраймын ғой. Жоқ, сен қарсы яғниға, сұрай салмадың ба? ойланып көрейін онда шанс болып тұрғанда менде. Айтпайсың ба? Айтпағанда, енді сен дүйстеп, созбалақтап, қашан сөз салам деп жүрген кезде, қайда біліп қалды, сөз салатынды көрді, естіді. Я дейтін еді ғой. Жоқ дегенде жоқ қой енді. Қой берші. Бас екен, Арсен, өлейін деп жатыр екен ғой, Маш, өлейін деп жатыр? Азындаған норман жүреді ғой. Арсен, өтініш мені тастап кетпеші. Арсен, мен сені жақсы көремін, Жақсы айтып жатсың. Осындай жанға жылу беретін осындай сөздер айтсың. Сосын кешірдім десеңіз, тұрады ғой осы жан. Басекеңе не болды? Азындағаны. Сендер сонда бір үйде тұрып, басекелерінің ес-түссіз жатқан білмейсіңдер ма? Білеміз ғой, давлениеден құлап жүр ғой. Давление? Әнұран айтып тұрып, мына жер қышып кеткен ғой. Сенде еще давление де olur ма? Жүрек ауырып мерге, жүрек ауырды Басекең. Жүрек нәзік. Болыпты, я қойшы. Скорый шақыршы, Эрик, өтініш тездетіп шақыршы. Скорый шақырайын ба? Жағдай ауырлап жатқан сияқты. Так, тоқта. Скорый шақырмайым. Оны түсіндім. Келесі. Көті? Көті жоқ. Көті бар. Көтті? Қоятын? Орын жоқ. Орын жоқ. Орын жоқ. Автобус. Орын жоқ. Машинадан кел. Парковкада орын жоқ. Қай жерде орын болмауы мүмкін? Больницада орын жоқ. Иә, скорыйдағылар айтады. Ары бері әуремаңдар, кететін адам, осы жерде кетеді дейді. Клоундар, ё-моё. Немене крокодил ойнап тұрсыңдар мына жерде? Кімді лоқып тұрсыңдар? Мен негізі осылай ойнатыңдар деген. Кешірші мені. Просто мен осылай ауырып жатырмын деп ойнатсам, сен шынымен сезіміңді білдіресің ба деп ойладым да. Ойым орындалды. Мен жақсы көреді екенсің ғой. Мен де сені жақсы көремін, жаным. Кешірші мені. Оңбаған екенсің. Адам осындай нәрсемен ойнай ма? Кетші бар, оңбаған. Қашындар ше бұл. Мереке, тоқташ. Мереке, жаңа көрдің ғой? Мен саған керек екен әлі. Сен де маған керексің. Маған сен сияқты өтірікші керек емес. Енді мен сезіміңді біліп алу үшін айттым ғой өтірікті. Сондай нәрселермен адам ойнай ма? Өтірік айтудан зирозаңнан үйреніп алған сияқтысың ғой, Арсен, көрмегенім сен осы көзіме көрмеші вообще. Шек көрім, жеркеншісің оңбаған. Жібек. Жібекжан, ойландым ба? Жоқ. Шынымен жібек ренжімеш. Менше барлығын әдемі етіп, романтикаға салып жасағым келген. Просто солай болып қалды. Қоя бер, көңіліңе басса. Егер шынымды айтсам, сен менің қызым болсаң, әр күнің романтика толы болушы еді.
И плюс мен сені жұмыстан шығарып алатын едім. Отбасымыздың асыраушысы ретінде семьяны өзім асырайтын едім. Ер азамат ретінде 180 мың теңге айлықты жеткізетін едім. Сен айлығың екеуіңе жетпейді ау? Аракез көп нәрсені түсінбейсіз ғой. Еркектің тапқан 180 мыңында береке бар деген. Әйелдің тапқан 1,5 миллионы көп ақша ғой деген жоқ па екен? 1,5 миллион? Жаным, сен 1,5 миллион аласың ба не? Ботам, айым, шынымен ба? Ерік, бәрін жиналысқа жинаш. Әңгіме бар. Кеттік. Басекең не болған? Так, былай. Не үшін жиналдық бізде? Не үшін жиналдық біз? Кім мынау? Қыз бала, мен тірімін әлі. Еш жаққа кеткен жоқ ма ойымдама? Басекем, жаным басекем, мен білдім ғой. Тоқта, басекемнен бұрын сен мен машинамды қайтаршы айналайын. Сен мен мастығым пайдаланып, әр нәрсемді алып қоюды қашан қоясыңдар? Сосын Ерік, егін мен ешкі асырайым дедің ба, соның бәрі ат мені. Сен көріп тұрмын мен, Михон? Көрінбей тұрмын деп ойлап тұрсың ба? Жарайды, сағат бергенім есімде өзім. Сағат өзіңде қала берсін. Сатып жүрген бұл. Уже сатып үлгердің ба? Ақша келіп қалды. Сосын бүгін кім митинг жасады дей ма, не нәрсеге көңілдерің толмай жүрсіңдер, не жетпейді сендерге? Біз ағай, біздің ортамызда Жібек 1,5 миллион зарплата алады екен. Ал біз 200 мың зарплата аламыз. Сондай. Сондай ала ма? Сондай. Неге алады деген сұрақ туындайды ғой сендерде? Неге алады ондай деп? Потому что сендер қанша аласыңдар? 200 мың аламыз. 200 мың, Мен 150 қалам ғой. 200. Сендер потому что осы үйде тұрасыңдар ғой сендер. Осы үйде тұрғаннан кейін сондай аз аласыңдар да, енді үйдің арендасы бар, жеген тамақтарың бар, ішіп жегендерің. Содан мен ұстаймын ғой, енді аз жемейсіңдер ғой мойныңдаршы. Айжан толғанай аз жемейсіңдер ғой. Ойбай, ағай, үйіңізді 2 миллион 300 мыңға бағалайтындай. Біз Россиядан келген жоқпыз ғой. Қаншаға бағалайтындай? 2 миллион 300 мыңға. Миллион жарым дедік қой, сен қалай есептейсің? Математикаң не болып жатыр сен? Ондай арыз шағымдарыңды келесі бастықтарың айтасыңдар. Келесі бастық? Мен үйді сатам деп шештім. Соған айтасыңдар ғой. Келесі бастық сатам демейді? Ешкі асырайтын болғансың ғой. Сатса жұмыссыз қаламыз ғой? Новый хозяин қалдыратын шығар бізді. Қаяқтан қалдырады, біз таныс арқылы әрең жүрміз ғой. Сендер мысалы, сендер тамақ істей алмайсыңдар. Таныс арқылы жүр. Біз мені қатырып күзетпей, мынау жүрсін, мынау вообще. Арсен болғасын жүріп қой біз. Келесі бастық сендер мына тірліктеріңді қалдырмайды да ғой. Михон, тез тағы да бір сызық көрсетті. Тағдыр ғой. Бетсіз. Ал, қысылмар. Екі сызық сызасың.